Сәлеметсің бе озат оқушым, бүгін бізде 23-ші сабақ жақсы мен жаманды зерттеймін дыбысы. 16-шы жаттығу мәтінді оқы. Экспо бүкіл әлемдік көрме. Ол ең алғаш Ұлыбританияда өткен. Экспо 2017 көрмесін Астанада өткізу Қазақстанның ірі жетістіктерінің бірі. Бұл TMD елдерінде өткен алғашқы көрме болды. Көрменің тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталды. Онда күн сайын әлемнің көптеген елдерінің әр алуан іс-шаралары өткізілді. Оның бәрі эфирден көрсетілді. Мәтін не туралы дейді? Мәтін экспо жайында екен, иә? Сұрақтарға жазбаша жауап бер. Экспо неліктен бүкіл әлемдік көрме деп аталды? Екінші сұрақ. Экспо 2017 көрмесі қайда өтті? Үшінші сұрақ. Көрменің тақырыбы қалай аталды? Енді осы мәтінді оқып, түсініп, осы үш сұраққа жауап береміз, иә? Мәтін бізде бүкіл әлемдік көрме экспо жайлы екен. Экспо неліктен бүкіл әлемдік көрме деп аталды дейді. Бұл сұрақтың жауабы былай болады. Экспо бүкіл әлемдік көрме деп аталуының себебі әлемнің әр түпкірінен көптеген ел қатысып, олардың неше түрлі іс-шаралары өткізілді. Екінші сұрақ. Экспо 2017 көрмесі қайда өтті? Астана қаласында өтті, иә? Экспо 2017 көрмесі Астана қаласында өтті. Көрменің тақырыбы қалай аталды? Көрменің тақырыбы болашақтың энергиясы деп аталған екен, иә? Жаңа оқыған мәтінде осының барлығы жазылған. Сол мәтіннен сұрақтың жауабын осылай жазып аламыз. Келесі, мәтіннен дыбысы бар сөздерді тауып жаз. Бұл сөздердің мағынасын дерек сөздерден біліп ал. Яғни экспо деген, әлемнің барлық мемлекеті өздерінің ең үздік технологиялық, ғылыми, мәдени жетістіктерін көрсететін халықаралық көрмені білдіретін сөз екен. Энергия дегеніміз күш, қуат, эфир, қазақ тіліндегі баламасы әуе толқыны. Біз жаңағы мәтінде эфир деген ол теледидардан көрсететін эфир жайында айтылған, яғни тікелей эфир. Тележурналистикада уақыт дәлдігін сақтап, жедел хабар таратудың кәсіби әдісі екен. Мінекей, осылай біз дыбысы бар сөздерді тауып, ол сөздердің мағынасын дерек сөздерден осылай біліп алсақ болады. Келесі, болашақтың энергиясы тақырыбында болжам жаса және топта талқыла дейді. Болашақ энергиясы жобасының түпкі ойы тұрақты қуат көздерін басқаруды қамтамасыз ететін шешімдер мен әдістерге қоғамдастық назарын аудару болып табылады. Энергия, яғни қуат көзі тұрмыста, өндірісте көп қолданылады. Мұнай, көмір, газдың орнына электр энергиясын көбірек қолдансақ, ауаның ластануы аз болады екен. Электр энергиясын судан, ауадан, күн көзінен аламыз. Осындай мәселелерді іске асыруда болашақ энергиясы жобасы құрылып отыр екен. Мінекей, болашақ энергиясы тақырыбында өзіміз осылай болжам жасап көрсек болады екен. Келесі, дауысты дыбыс. Ол басқа тілден енген сөздерде және сөздің басында кездеседі. Мысалы, эфир, экскалатор, экипаж, Осы ережені бірнеше рет қайталап түсініп оқып, есте сақтап алайық. Келесі бізде 17-ші жаттығу. Берілген сөздерді қатесіз көшіріп жаз. Эрмитаж, эстрада, экскаватор, эстафета. Өзің дыбысы бар бірнеше мысал айт. Сол сөздердегі дыбысын дыбысы бар сөздермен салыстыр дейді. Мысалға, энергия, эфир, эскимо, экран, экономика деген сияқты тағы да дыбысынан басталатын сөздерді айтып шықсақ болады екен, мысал ретінде. Енді бұларды дыбысы бар сөздермен салыстыр дейді. Мысалға, экран дегенді екен деген сөзбен салыстырсақ болады, Ол жерде экранда жазылса, екен деген сөзде әрпі жазылады, 18-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына әріптерінің тиістісін қойып сөйлемдерді көшіріп жаз.
көшеде электр шамы жарқырайды, яғни дыбысын қоямыз, иә. Ұшақ экипажсыз орнынан қозғалмайды, бұл жерде де дыбысын. Балаларға эстафета ойнау қызық болды. Мінекей, көп нүктенің орнына осындай дыбысын қойып шықтық. Енді дыбысы бар сөздердің мағынасын түсіндір. Осы сөздерге дыбыстық талдау жаса дейді. Электр дегеніміз қуат көздерінен алынатын жарық екен. Экипаж қозғалатын құралда, мысалы көлікте, мысалы кемеде, ұшақта, тікұшақта бірігіп жұмыс істеу үшін немесе тапсырманы орындау үшін біріккен адамдар тобы. Әрбір экипаж мүшесінің өзінің орындайтын жұмыстары мен міндеттері болады. Келесі эстафета сөзі. Қатысушылар бірінен соң бірі кезеңдерден өтіп, бір-біріне қашықтықта қозғалу кезегін беретін спорттық топтық тәртіп жиынтығы. Электр дауысты жуан, л дауыссыз үнді, дауысты жіңішке, к дауыссыз қатаң, т дауыссыз қатаң, р дауыссыз үнді. Осылай осы сөздерге дыбыстық талдау жасасақ болады. Экипаж дауысты жуан, к дауыссыз қатаң, и дауысты жуан, п дауыссыз қатаң, а дауысты жуан, ж дауыссыз ұяң дыбыс. Эстафета деген сөзге де дәл осылай дыбыстық талдау жасап шығамыз. Келесі 19-шы жаттығу. Шынықсаң, шымыр боласың. Эстафета жарысына құттықтау сөз дайында. Ол үшін келесі беттегі сурет пен сызбаны пайдалан, суретке қара дейді. Құттықтау сөзі шығу үшін шар ұстаушылардың орнын қалай өзгерткен дұрыс. Мысалға, құттықтаймыз шын жүректен қатысушыларды жарысқа жеңістерімен деген сөздер жазылған, шарларда. Олардың орнын ауыстырып былай жазсақ болады. Жарысқа қатысушыларды жеңістерімен шын жүректен құттықтаймыз деген осындай сөйлем шығады екен, құттықтау сөйлемі. Енді келесі сызба бойынша біз осы шардағы сөздерді пайдаланып, мына сызбаны толықтырамыз. Міне, кімді? Жарысқа қатысушыларды. Немен құттықтаймыз? Жеңістерімен. Қалай құттықтаймыз? Шын жүректен, Сонда жарысқа қатысушыларды жеңістерімен шын жүректен құттықтаймыз деген осындай құттықтау сөзі шығады екен. Мінекей озат оқушым, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сұрақтарың болса, комментарий бөліміне жаза кетсең болады. Түсінбеген болсаң, қайта қарап шыға ғой. Каналға тіркелмеген болсаң, тіркеліп алуды ұмытпа. Келесі сабаққа дейін сау бол озат оқушым.